Талқы Аружан Орынбекқызы, жекеменшік мектеп директоры. Жекеменшік директоры. Иә. Мектебіңізде қанша оқушы бар? Біздің мектепте қазіргі таңда 400 оқушы білім алып жатыр. Оның ішінде 100 бала интернатта жатыр. Барлығы толығымен 3 мезгіл тамақпен, интернатта жатқан балдар 5 мезгіл тамақпен және оқумен, оқулықпен тегін қамтылған. Бір жылдан астам қаржы орталығы порталды ашпаған себебінен қаражатсыз отырмыз. Қазіргі таңда қыркүйек айында мұғалімдерге айлық бере алмай отырмыз. Біздің өңірде мемлекеттік мектептерде оқушы орны тапшы. Сол себептен жергілікті органдардың сұранысымен ашылған мектеп. Одан бөлек Жамбыл облысында барлығы 68 мектеп бар, жекеменшік мектеп. 18 мыңға жуық балаға тегін біліммен қамтып отырмыз. Оның ішіндегі 12 мектеп бір жылдан астам қаржыландыруға мүлдем ілінбеген. Бір жылдан астам осы жеке кәсіпкерлер өз қалтасынан балаларға білім беріп отыр. Айтпасқа болмайды, басқа өңірдермен салыстырмалы түрде Жамбыл облысында жекеменшік мектептердегі балалар оқулықпен де, ыстық тамақпен де тегін қамтылмаған үкіметтен. Оның бәрі жеке кәсіпкерлер өз қалтасынан төлеп отыр. Бүгінгі таңда мінекей қыркүйек айында ертең мұғалімдердің мерекесі, өздеріңіз білесіздер, біздің өңірде ешбір мектеп айлық бере алмай отырмыз. Неше мұғалім жұмыс істейсіз? Біздің мектептің өзінде 47 мұғалім қазір қызмет етіп отыр. Ол ауылдық мектепте салынған мектеп. Сол себептен ауылдық мектептің өзінде бізде 400-500 балаға арналған орын мектебімізде. Өкінішке орай осы қаражаттың тапшылығына байланысты қазіргі таңда 400-ақ балаға тегін білім беріп отырмыз. Себебі әр баланы өздеріңіз білесіздер, ыстық тамақпен, оқулықпен, техникалық базамен толықтай қамтуымыз қажет. Заң аясында бірдей. Мұғалімдерге қанша ақша берешек болып қалдыңыздар? Бүгінгі таңда мұғалімдерге берешек ақша сомасы 37 миллионнан жоғары. Бұл кісілерді действительно үлкен мектеп бізде 100 бала интернатта жатыр. Ал интернатта жатқан 100 бала, білесіздер, үкімет тарапынан басқа да интернаттарда 5 мезгіл ыстық тамақпен қамтылған. Біздің мектепте сол 5 мезгіл ыстық тамақты күніне 100 балаға жеке кәсіпкер өз қалтасынан төлеп отыр. Жергілікті білім беру басқармасы не дейді? Жергілікті білім беру басқармасы сіздер қаржы орталығымен келісімге отырғансыздар дейді. Бізде алдын ала келісім бар, бірақтан қаржы орталығы қазір 20 жылға келісімге отыру керек. Ол мәселе ашық тұр. Әлі күнге дейін отырған жоқ. Бір жыл болды, қолымызда бүкіл құжаттары жиналған, 3 лицензиямыз бар, барлығы бар, соглашениеға отырмай отыр. Егер осы жағдай жалғаса берсе, мектебіміз жабылады, 400 бала далада қалады. Аудандағы бірақ сол интернат ол да жабылайын деп тұр. Тапшы ауылда мектебі жоқ ауылдар білесіздер, қойшы ауылдар бар, тауда тұратын кісілер бар. Олардың балаларын бәрін қазір интернатқа алып келіп білім беріп отырмыз. Интернат жабылған жағдайда ауданда бірде интернат қалмайды. Қанша мұғалім, қанша отбасы жүрді, жұмыссыз қалайын деп отырмыз. Аудандағы мемлекеттік